Бисмиллахи-рахмани-рахим. Армысыздар ардақты ағайын, есімім менің Нәзира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін Абайдың 36-37 қара сөздерін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шәріфінде айтыпты: «Мән ля хаяхун уә ля иманун ляху» деп. Яғни, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар: ұят кімде болса, иманы сонда деген. Енді бұл сөзден білінеді, ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның алдында жазықсыз ақ әшейін барып, жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу емес, ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абиюрлы бойға теріс бір іс себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі, ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұятты істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырмай, мына байғұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады? Дегендей. Бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі сондай ұят. Шариғатқа теріс, я ақылға, я абиюрлы бойға теріс, я адамшылыққа, кесел қылық қатерден, яки нәпсіге еріп қапылдықтан, өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай ұят қылық қылғаныңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе жаза тартады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғыны да бар. Хатта өзін өзі өлтіретұғын кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөзде түспейді, көңілге ойда түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгілі еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгілі қызармайды да. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар, дейді. Я болмаса, жә, оған мен ақ ұятты болайын, сен өзің де сөйтіп пе едің, дейді. Немесе, пәленше де түгенше де тірі жүр ғой, пәлен қылған, түген қылған, менікі оның қасында несі сөз, пәлендей түгендей мәнісі бар емес пе еді, деп ұялтамын десең, жай отырып, дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе? Абайдың 37-ші сөзі. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілдегі көрік той ауыздан шыққанда өңі қашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған болыстық өзі де адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар, артылтып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боларсың. Адамдықтың қарыз үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боларсың. Сократқа у ішкізген Иоанна Аркты отқа өртеген, Ғайсаны дарыға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім?
Ол көп, ендеше көпте ақыл жоқ, ебін тап та жөнге сал. Адам баласын заман өсіреді. Кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бар қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды? Соңғыға кім азбайды? Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас, жамандықты қайдан баяндап қалады дейсің? Қары қалың қатты қыстың артынан көгі мол жақсы жаз келмеуші ме еді? Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Қуанбақтық пен бақ мастықтың үлкені. Мыңнан бір кісі-ақ, бір жерін ашпайтұғын ақылы бойында қалады. Егер іс мөнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас. Ерінбей еңбектеп жыланда шығады, екпініп ұшып қыранда шығады. Жікшіл ел жетпей мақтайды, жел өкпелер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан шел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Бақпен асқан патшадан мемен асқан қара артық. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық. Тоқ тіленші адам сайтаны, харекетсіз сопы монтаны. Жамандос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт алса іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзіңді тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің.